Bismillah. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мәбни және мағраб. Қарапайым бастапқы түсінік үшін айтатын болсақ, мәбни дегеніміз сөздің соңы өзгермесе, оны мәбни дейміз. Ал сөздің соңы өзгерсе, соңғы қарекет өзгерсе, оны мағраб дейміз. Мысалы, айнал китабу, кітап қайда десеге, айна деген сөздің соңы не болып тұр? Фатхалы болып тұр. Айна захабал алиюн, али қайда барды десек, айна деген сөздің соңы фатха болып тұр. Мен айна жита, қай жақтан келдің десек, айна деген сөздің соңы фатха болып тұр. Яғни айна деген сөздің соңы қандай құрылымда келсе де не істемейді, соңы фатха болып өзгермей тұра береді. Бұны мәбни деп айтады. Ал мағраб дегеніміз қандай? Мағраб дегеніміз соңы өзгереді. Мысалы, ас-самау софиятун десек, аспан ашық десек, ас-самау соңы дамма болып тұр. Хаджабатис сухубу самаа десек, бұлттар аспанды жауып қалды десек, сама деген соңы фатха болып тұр. Назарту иля самаи, аспанға қарай қарадым десек, самаи дегеннің соңы кәсіра болып тұр. Бірінші сөйлемде фатха, дамма, екінші сөйлемде фатха, үшінші сөйлемде кәсіра болып тұр. Яғни сөздің соңы істеп жатыр, өзгеріп жатыр, әртүрлі құрылымда келген кезде. Сөйтіп, араб тілінде сөздер екіге бөлінеді екен. Сөздің соңы өзгермейді, ал сөздің соңы өзгереді. Бұл сөздің соңы қалай өзгереді, не үшін өзгереді, ол басқа тақырып. Бірақ бүгінгі тақырыпта білу керек екенбіз, сөздер екіге бөлінетін, соңы өзгереді, өзгермейді. Әл-мәбни вәл-мағраб, мәбни және мағраб дейді. Ва танқасимул калимату инда тараккуби иля қисмайни. Сөздер құрылымда келген кезде екі бөлікке бөлінеді дейді. Танқасиму бөлінеді, әл-калимату сөздер инда тараккуби құрылым кезінде, яғни сөйлемде түскен кезде, иля қисмайни, екі бөлікке. Қисмин иля ла ятағайру ахируху абадан ва исама мәбниян. Соң ешқашан өзгермейтін бөлім, оған мәбни деп айтылады. Қисмин, бір бөлік бар сөздердің, қандай бөлік? Ла ятағайр, өзгермейді, ахируху, оның соңы әбәдан, ешқашан. Бұл айтылады мәбни деп. Ва қисми ятағайру ахируху исама мағрабан дейді. Екінші, соңы өзгеретін бөлім, бұған мағраб деп айтылады. Қисмин, бөлім, ятағайр, өзгереді, ахируху, оның соңы, және ол айтылады не деп? Мағраб деп айтылады. Сабақа лака аннал жумала муфидата татараккабу минал калимати муфрадати дейді. Саған алдында келді дейді, бір пайда беретін сөйлемдер жеке сөздерден құралатындығы дейді. Сабақа лака, саған озды дейді. Яғни алдыңғы сабақтарда келді деген мағынаны білдіреді. Не нәрсе? Анна жумала екендігі сөйлемнің, муфидата бір пайда беретін сөйлемнің не істейді? Татараккабу құралады минал калимати, сөздерден, муфрад, жеке сөздерден құралады. Аля татанхасиру фи анваи саласа. Үш түрде шектелетін фиал исм харф. Яғни фиал исм харф деп үш түрде шектелетін жеке сөздерден сөйлемдер құралатыны алғыңғы сабақта келді дейді. Қандай сөздер? Танхасиру шектелетін фи анваи саласа. Үш түрде фиал исм харф деген. Фахазихи калимату лайсат куллуха инда тараккуби саваун бал минха. Бұл сөздердің бүкілі құрылым кезінде бірдей болмайды, керісінше олар мынандай болып бөлінеді дейді. Фахазихи калимат, осы сөздер лайсат емес дейді, күллуха бүкілі айында тараккуби құрылым кезінде сауаан бірдей емес дейді. Бәл керісінше минха, ол сөздерден кейбіреулері ма якуну ахирху ала халатин вахидатын фил кулли таркиб кана юсамма мәбния дейді. Олардың кейбіреулерінің соңы әрдайым бір халде болады, өзгермейді, ол мәбни деп айтылады дейді. Ма кейбіреулері якуну болады, ахируху, оның соңы ала халатин вахидатин, бір халде болады. Фи ай таркибин кана, қай құрылымда болса да дейді. Қандай құрылымда келсе де, қандай сөйлемде келсе де, не істейді? Соңы өзгермейді. Уйсама мәбния, ол мәбни деп айтылады. Мысалы, калимати айна, мысалы айна деген сөз сияқты дейді. Фи қаулика, сенің мына бір сөзіңде, айнал китабу, кітап қайда
Ва айна захаба Али, Али қайда кетті? Ва мин айна жита, қай жақтан келдің десе. Фа айна нуна фиха мулазиматун лил фатхати ва ла ясиху ан юфариқаха махма тағайрат таракиб. Бұл жердегі нун фатхаға ұстанып алынған, және де ол фатхадан ажырауы мүмкін болмайды, қандай құрылымға түссе де дейді. Нун деп, айна дегендегі нунды айтып жатыр. Осы айна деген нун фатхадан ажырамайды дейді. Қай жерде тұрса да нунның фатхасы бар дейді. Міне нунның несі бар? Фатхасы бар. Фа инна нуна, расында нун, фиха, осы айна деген сөздегі, мулазиматун ажырамайды, лил фатха, фатхадан ажырамайды дейді. Вала ясиху, дұрыс болмайды, ан туфариқаха, ол айна дегендегі нунның фатхасын ажыратуың дұрыс болмайды дейді. Мәхма, қаншалықты тағайярат өзгерсе де, әт-таракиб, құрылымдар. Сөйлемнің құрылымы қанша өзгерсе де, айна дегендегі фатхасын алып тастасаң болмайды дейді. Айну, айни деп айта алмайсың дейді. Ва минха ма якуну ахируху ала ахвалин мухталиф. Және ол сөздердің кейбіреулері әртүрлі халдерде болады дейді. Ва минха ол сөздердің кейбіреулері, ма кейбіреулері якуну болады, ахируху оның соңы ала ахвалин халдерде болады, мухталифа әртүрлі халдерде болады дейді. Уйсама мурабан, ол мураб деп аталады дейді. Мысалы, калимати сама, мысалы сама деген сөз сияқты. Фи қаулика, сенің сөзіңдегі ас-сама софиятун, аспан ашық. Ва қаулика, және сенің сөзіңде хаджабатис сухубу самаа, аспанды бұлттар жауып қалды десек. Немесе сенің сөзіңдегі назарту иля сама, аспанға қарай қарадым десең. Файна ахираха фил джумратил ула мутахаррикатун бид-даммати ва фи санити мутахаррикатун бил-фатхати ва фи салисати мутахаррикатун би-касрати. Расында бұл сөздің соңы бірінші сөйлемде дамамен, екінші сөйлемде фатхамен, үшінші сөйлемде кәсірмен харекеттелген дейді. Расында ол сөздің соңы бірінші сөйлемде харекеттелген фатхамен, және екінші сөйлемде харекеттелген фатхамен, үшінші сөйлемде харекеттелген кәсірмен дейді. Бірінші сөйлемде сама, екінші сөйлемде сама, үшінші сөйлемде сама и болды. Бұл муғраб деп айтылады екен.